Ендеше пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, расында дейді, қияметтің күнінде бір адамның дәрежесі жәннатта сондай өсіп кетеді екен да, сондай бір биік дәрежеге көтеріліп кетеді екен жәннатта. Фаяқул әнна хаза, бұл қайдан? Мин айна ли хаза, бұл маған қайдан келді деп таң қалады екен. Өйткені оның амал кітаптарында бұл жақсылықтар, бұл дәрежелер жоқ. Өйткені ол оны өзі істемеген да. Сонда ол неге, не себепті берілді, қайдан келді деп түсіне алмай тұрған кезде оған періштелер былай деп жауап береді екен. Сонда ол өзінің амал кітаптарынан оны таппағаннан кейін фаюқолу лаху, оған айтылады екен, би истигфарин уладинлак, ұлдарыңның сен дүниеден өтіп кеткеннен кейінгі жасаған кешірімдері дейді екен да. Яғни дүниеден өткен әке шешеміздің күнәлары үшін балалары дұға қылған болса, бұл қияметтің күнінде сол әке шешенің дәрежесін өсіреді екен, субханалла. Сондықтан да құрметті жақсылар, Алла тағала бізге Құранда былай дейді: "Уаллазина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум", егер олар қандай да бір арсыз амалдар жасап қойса дейді. Ол зина секілді сондай бір арсыздықтар істеп қойса, немесе өзіне бір зұлымдық қылса, қандай бір зұлымдық қылса да. Яғни Алла тағала Құранда айтқандай, кімде кім жақсылық қылса өзіне, жамандық қылса да өзіне дейді. Онда дейді, закаруллаха фастагфару лизунубихим, олар Аллах тағаланы еске алып бірден күнәлары үшін кешірім тілейді дейді. Сондықтан да құрметті жақсылар, кімде кім үлкен болсын, кіші болсын, күнәға ұрынып қалған кезде бірден есін жиып, Алланы еске алып, бірден күнәлары үшін кешірім тілесе, бұл Алланың мейіріміне, кешіріміне бөлінеді екен. Өйткені аяттың жалғасында былай дейді: "Уаман яғфиру зунуба иллаллах", Алладан басқа күнәларды кім кешіреді дейді. "Уалам юсиру ма фаалу ва хум яъламун", олар біле тұра сол істеп жатқан жамандықтарын да табанды болмайды дейді. Яғни оны қасарысы бар қарай ол жасай бермейді. Сондықтан да Аллах тағаламен кімде кімнің қарым қатынасы әлсіреген болса, осы истигфар таудай болған мұздарды, Аллахпен арамыздағы бұл мұздарды сондай ерітеді, келмей тұрған ризықтардың жолын қайта ашады. Кімде кім ұрпақ сүйе алмай тұрған болса, альхамдулилля, осы истигфардың пайдасы, Аллах тағала ұрпағын көбейтеді, бау-бақшаларына береке береді. Сондықтан әрдайым пайғамбар алейхиссалату вассалам бір хадисте 70 рет, бір хадисте 100 рет күніне тастамай осы 100 реттен истигфарды айтып жүретін. Осы истигфарларымызды әрдайым кешірімдерімізді айтып тұрайық. Астағфирулла ва атубу илейк деген сөз. Раббым, сенен кешірім тілеймін және өзіңе тәубе еттім деген сөз.